Менің осы рухани ояну туралы қозғап жүрген әңгімелерім сіздерді Құдайға, тылсымға сендіру мақсатында ғана емес, сіздердің әрбіреуіңіздің өмірлеріңізді осы тәсілдерді, тәжірибелерді қолданып реттеп алса екен, реттей берсе екен, және де күннен күнге өмірлеріңізді жақсартса екен деген ниетпен айтып жүрмін. Себебі бұл өмір, мына матрица, материя біздің ішкі жай күйіміздің жағдайына тікелей байланысты және де бағынышты. Әрбіреуіміз әр сәт сайын өзіміздің жай күйіміз арқылы осы материяны құрастырып жатырмыз. Саналы түрде, бейсаналы түрде. Бірақ көбіне, әрине көбіміз бейсаналы түрде осы өмірімізді құрастырып жатырмыз, және де өмірімізде бір нәрсе ұнамаса, біреуден көреміз. Президент жаман, депутаттар жаман, кәсіпкерлер, миллионерлер, олар жаман адамдар деп құрбан позициясына кіріп кетіп жатамыз. Мына сіздің дәл қазіргі отырған сәтіңіздегі байқалатын немесе байқалмайтын ойларыңыз осы сіздің айналаңызды кәдімгідей құрастырып жатыр. Біз энергиямыз, бәріміз. Осы материяда энергия. Мына материяны материямен, яғни Ньютон физикасымен итеру, қозғау қиынырақ. Осы материяны кванттық физиканың көмегімен, яғни энергияның көмегімен қозғалту, өзгерту әлде қайда жеңіл. Ол үшін мына жермен мына жерді біріктіру керек. Оны қалай жасайтын туралы мен өзімнің мына посттарымда айтып жүрмін. Тереңірек білгілеріңіз келсе, маған жекеме жазыңыз, немесе Telegram каналыма тіркеліңіз.